Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен осындай сникерс тортын жасайтын боламыз. Дәмі деген өте керемет, ауызда ериді. Тура сникерстің дәмі шығады. Жасап көріңіздер, жасау жолы өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен тапамызға 3 жұмыртқамызды жарып, салып аламыз. Одан соң үстіне шым-шым тұзымызды салып, осы екеуін жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Одан соң аз-аздан үстіне шекерімізді салып отырып, жақсылап массамыз көтерілгенше жақсылап миксерлейміз. Енді кезексе осы жылы сүтімізді құйып алып, жақсылап миксерлеп, оның үстіне тағда сұйық майымызды құйып, тағда жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне ұнымызды, какаоымызды, қопсытқышымызды қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Қасықпен немесе лопаткамен араластыруға болады. Миксермен араластырмаймыз. Бізде осындай масса шығу қажет. Міне дайын болған массамызды 180 градуста 30-40 минутта пеште пісіріп алатын боламыз. Оған дейін біз кремімізді жасаймыз. Мен осындай сливки қолданамын. Осылай табамызға құйып алып, сахарная пудра қосып, екеуін жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Енді кезексе сливкеміз қойылына бастаған кезде творожный сыр қосамыз. Мен осындай творожный сыр қостым. Жақсылап тұрып біркелкі масса болғанша миксерлейтін боламыз. Өте ұзақ араластырасыздар. Міне осылай бізде крем-чиз шығады. Өте воздушный, әрі өзінің формасын ұстайтындай болып шығуы қажет. Енді кезексе начинкасын жасайтын боламыз. Мен осындай магазинский карамель қолданамын. Немесе өздеріңіз жасасаңыздар да болады. Осылай карамель мен орехты бірге араластырамыз. Міне торттың сборкасын осылай жасап бастадым. Ең төменгі қоржына сахарный сироп қостым. Қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Қоссаңыздар бізде тортымыз влажный болып шығады, өте дәмді болып. Үстіне осылай кремімізді жағып, біркелкі етіп, туралап аламыз. Міне осылай видеода көрсетілгендей кремімізді жағып, жақсылап туралап алатын боламыз. Не осылай видеода көрсетілгенде әдіспен начинкамызды салып, жақсылап осылай түзулеп, туралап, жақсылап тұрып салып аламыз. Барлығы дайын болғаннан кейін осылай пищевой пленкамен барлық жерін қаптап, сыртын кольцомен қыстырып, холодильникке кем дегенде 3 сағат, 4 сағатқа жіберетін боламын. Енді кезексе шоколадымды осылай ертіп алдым. Мен микроволновкаға ертіп алдым. Үстіне арахисімді қосып, шоколадный глазурь с арахисом
болып шықты, өте керемет болып шықты. Жаңағы енді қатқан тортымызға үстіне құйып барлық жерін тегістеп жақсылап тұрып жағып шығатын боламыз. Мінекей дайын болған тортымызды тек 1 сағатқа холодильникке салып алуға қалды. Мінекей уже мен салып алдым. Бұл жерде енді кесіп сіздерге жаңағы результатын көрсетіп жатырмын. Өте керемет, өте жұмсақ болып кесіледі, өте нәзік әрі. Қараңыздар, қандай өте кесілген кезде өте қандай әдемі болып шықты, Жасап көріңіздер, осы рецептпен удачно болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін, мүлдем өкінбейтін боласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.